Бірге оқыған балаларға рахметімізді айтып жатырмыз. Сонау жерден Түлкібастан келіп тұрмыз. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Қазақта мақал бар ғой, ұлың өссе, не дейді? Ырыссың дейді, қызың өссе өрісің деп. Өрістеріңіз кеңейсін, ырыстарыңыз көбейсін, дендеріңіз сау болсын. Атыркүл апай, бақытты болыңыз. Бізді осындайға жеткізген сізсіз, Бекахмет ағай сізсіз. Құдай сіздердің жолдарыңызды берсін бізге. Тойларыңыздар олта тойға жалғассын. Жаңа мен де бірталай сөз айтам деп не бұл? Жинап қойдым, мына кісілер айтып қойды. Мен осы кісілердің тілегіне қосылам еді. Бұлардан артық кісілерді айтамайым. Билейсіз ғой, тек қана ортаға. Екеуміздің қатты қорыды бәлеміз. Ал енді мына бәке, құлағыңа алтын сырға. Біз жақта күнде келіп тұрады төркінінде қыздарды. Визиткасын береміз енді, визасы бар ма жоқ па? Каримті виза бермей ма, береді ма? Бермесе өзіміз жібереміз визаны. Сондықтан мына біздің қыздарды күнде болмаса да айына бір рет әкеп тұрасыз енді осы жаққа. Ал енді сіздердің құрметіңізге ортада би, шоқ-шоқ биден, шоқ-шоқ биден мінеке ортада қосылып билеуге болады. Сонда кәсіпкерлер мінеке барлықтардан келіп жатқан құрметті қонақтарымыз, қыздарымыздың құрметті ортада жақсы билейді. Қосылып билеуге болады. Қатты көбейтуге болады. Жақсы бір кеш болып жатыр деп, солай біз өзімізді сезініп отырмыз. Бекахмет ағай, сіздерге үлкен рахмет. Осынша, 2 класстың осынша 60-70 оқушыны қараңыз, бағынан бері қанша шулап отырмыз сіздердің. Бізді 10 жыл бойы қалай бізді тәрбиелеп ұшырғансыздар. Осында келек тәртіпсіз балдарды. Не деймін, сіздерге үлкен рахмет. Атыркүл апайдың қаталдығымен, Бекахмет ағайдың сондай қаттылығының арқасында біз 10-шы класты бітіріп шыққан шығармыздар. Сіздерге үлкен денсаулық тілеймін, жақсы қарттық тілеймін, оттарыңыздың басына амандық болсын. Тек қана осында оқушыларымыздың құрметіне, мейіріміне бөленіп жүре беріңіздер. Шаршамаңыздар. Екіншіден, құрметті менің кластастарым, құрметті менің құрдастарым, құрбыларым, жандарым менің. Сондай мен қуаныштымын. Ал енді менің, мына немерем, мен жағылысыма кешіресіңдер. Менің мына Сырдария ауданынан Тереңізектен келіп отыр. Менің Садықовтар отбасынан сіздерге үлкен сәлем. Енді жаңағы жолдасымды қызмет бабында босатпады. Әйтпесе мұнда осы жерде арман еді сіздермен кездесу. Үлкен сәлем айтып жатыр. Оны мына Ханзада жақсы араласады, бізбен біледі. Тоқсылу, Нұртастар біледі. Не деймін? Сондай толқып тұрмын.
өйткені неше 30 жылда бірінші рет көрдім. Көп нәрсе айтқым келіп тұр еді. Енді мына кездескеніме сондай қуаныштымын. Тек қана бақытты болыңыздар. Осыған дейін көрген қызығушылықтарыңыздың барлығы құтты болсын. Өлге иман, тіріге береке берсін. Біз сыртта жүріп естіп бәріне жақсыларыңызға тілектес болып жатырмыз. Басқа көлеңкелі жағына қайғырып жатырмыз бізде. Естиміз бәрінде хабардармыз. Не деймін, бүгінгі осы 30 жылдықты ұйымдастырып жатқанына Ескүл мен Таласқа, міне бірінші мен Алманы айтар едім. Алма Әбуов, Алма қайда? Алма, қайықтасын келші бер. Міне осындай біздің азаматтарымыздың арқасында осындай дәрежеде біз осы жерде бәріміз бір-бірімізбен жүздесіп, бір-бірімізбен сондай бір жақсы күйде отырмыз. Рахмет Алма өзіңе және Баянға. Осындай шамалы мына дағдарыс заманында біздің жігіттерге поддержка беріп, осы жерге ұйымдастырып отырғызып жатқанына үлкен рахмет. Енді мен көп сөйлеп қоямын енді. Не деймін, мына келіндерге үлкен рахмет. Келіндер емес, олар да біздің құрдастарымыз, өйткені олар біздің құрдастарымыздың жанжары ғой. Сондықтан сіздер де бізге құрдассыздар. Сіздерге үлкен рахмет, қызметтеріңізге рахмет. Бізді сыйлап құрметке қатыстар кешеден бері. Бақытты болыңыздар, біздің құрдастарымызды қартайтпай, біз келгенде жастар бізбен бірге ішіп жеп, билеп жүре берсін. Құрметті Әтіркүл апай, Бекахмет ағай, мына бүгінгі мерекеге ортақтасып келіп жатқандарыңызға сіздерге көптен көп рахмет. Әр уақытта осындай арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Бұдан кейінгі 40 жылдықта, 50 жылдықта осындай біздің қуаныштарымызға ортақтасып келе беріңіздер. Гүлде жүздеріңізден әр уақытта нұр таймасын, қартаймаңыздар демекпін. Құрметті менің кластас достарым, 10 жыл бойы бірге оқыған парталас достарым, сендерге не десем де жарасады, не айтарым білмей де тұрмын. Толқықта тұрмын. Осы 30 жылдық кешті ұйымдастырып жүрген біріншіден мынау біздің Нұртас пен Тоқсуға, Алмаға, осы топты ұйымдастырып жүрген Несіпкүл мен Таласқа көптен көп рахметімді айтамын. Осы кластас достарым, дендерің әр уақытта дендерің сау болсын, дастархандарыңда әр уақытта осындай нан кетпесін, уайым қайғыларың жоқ болсын, аспандарың ашық болсын. Өстіп бір-бірімізді танымай қалмай жүргенде жиі кездесіп тұрайық. Қызық оқиғалар болып жатыр, бір-бірімізді танымай қалып жатырмыз. Достарым, мынау ең жаңағы жиі кездесіп тұратын бір не, бір-бірімізбен құда жекжат болсақ, тіптен сол кезде бір-бірімізбен жақсы мен мынау Қармаш ауданына тұрмысқа шыққам, 4 ұл 4 ең бар жаға шығып. Қызда бар, ұлда бар. Бәрі пісіп жетіліп тұр. Мына сіздердің де барлықтарыңызда, отбастарыңызда сол жемістеріңіз ауыздарыңызға түскелі тұр деп ойлаймын. Сол жемістеріңіздің, пісіп тұрған жемістеріңізді көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Барлықтарыңызда, отбастарыңызда той туман бола берсін. Әр уақытта осындай кездесе берейік. Рахмет сенің бала туғаныңа. Мына сол баяғы Күтка, мұзақ, сол баяғы күй. Мұзақтың нелері, мимикалары да сол күйінше тұр.
Құрметті ағайындар, микрофонды бағанақ тартып алуға болар, бірақ ішері тақамас деп тұрмыз. Микрофонды бағанақ тартып алуға болар, бағана ішінше. Ал, ағайындар. Ағайындар, ұстаздарым, Аяқмет ағай, Әтіргүл апай, мынау бүгінгі біздің кешімізді сыйлап келіп отқандарыңызға рахмет, көптен көп. Енді не дейміз, мынау басымыз 10 жылда бір қосылды, 20 жылда қосыламай кеттік, одан кейін 30 жылда қосылып жатырмыз. Құда қараса 40 жылда басымыз қосыла берсін, деніміз сау болсын, отбасыларың аман болсын. Әр уақытта осындай қызықшылық дастархан басына басымыз қосыла берсін. Аман болайық. Саламатсыздар ма тағы да бүгінгі көпшілік ортаға жиналып отқан құрбы құрдастарым, апай, Әтіргүл апай, Бекахмет ағай, осындай шаттық күнге жеткізген, жаңа сіздердің арқаларыңыз деймін, ұстаздық еткен жалпы үйретуге баладан дейді ғой, мынау сіздердің жаңа үйреткен шәкірттеріңіз, біздер сіздерден кейінгі ұрпақтар. Жаңа қыздар айтып жатыр ғой, бірнеше жылдан бері кездеспей жатырмыз, бір-бірімізді танымай қалып жатырмыз деп. Мен осы кезде, дәл осы қазір қуанып тұрмын да, алысқа кетпей өзім кластасыма қаласағанына. Барлықтарыңыздың отбастарыңызға қуаныш, шаттық тілеймін, әр уақытта тек қана осында қызықта, дастарханда кездесе берейік. Жаңа бәрі айтып жатыр ғой, Құда қаласа, жаңа үлкенде кішіде айтып жатырмыз. Қазақта айтады ғой, 40-тың бірі, қыдыр, 1000-ның бірі уәли деп, барлықтарыңыздың айтқан жақсы тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Әр уақытта осындай қызықшылық, қуанышта кездесе берейік. Дендеріңіз сау болсын. Бір 5 жылда қайтқанда Әтіргүл апай айтып, Нысанбай бә, сен кім шығарсам дейін әдем. Мен ғой шығарсам. Кекетіп күлді, сосын мен қай жермен күлдіріп мен ұзақтай боламай қалдым, әнші боламай қалдым, арман бірақ солай еді. Сондай қиялшыл, сондай қыз едім. Бірақ мен болмасам да менің балаларым әнші болды. Жас қанаттың лауреаты, бұнан кейінгі ұлым да сондай. Соған қуанып өсті, жүрміз. Әтіргүл апай, кешір. Бұл өлді менсіз. Дәбекке қат жазады, анау өз. Соқытты бір кекендер. Әтіргүл бар еді ғой, кешір. Мен әкем бұғалтыр болған. Мамамыз бірге подружка болды. Көрші тұрды. Сол жылы келесің шаршамыз. Айтпайсың. Қанатының сол өлді. Несі басында күйеуі жоқ болып ұрады? Мен қызғанатын, тиіп айтқан, кекететін. Жатыр жігіттер, керемет болып жатыр. Меніңше, сол айтпақшы міне кластастарға арнап келген бір ақындық жыр шашуым бар еді, соны қабыл алыңыздар, сіздерге оқып берейін. Арман қуып кеткенімде, біліміңе табындым, алтын ұя мектебімді, құрдастарды сағындым, сыныптастар жүрсін қайда, біргеді ғой жанымыз, еске алысып осындайда, сырласайық бәріміз, ақ түсседе самайыңа, сағынған көңіл шөлдейді, өтсе дағы 30 жыл, құрдастар естен кетпейді. Құрдастар естен кетпейді, құдіретіне ағай апайлардың еш құндылық жетпейді. Марқұм болған бүгінде сыныптасқа бақилық, Алла ісіне ажал бар, амал бар ма, тағзым етіп бас иді.
енді келесі ақтілектің кезегі. Осы жерде мінекей класстас жігіттердің жолдас келіншектері мінекей Дүйсен бастап келіп отырған, сонау Шымкенттен келіп бастап келіп отырған Дүйсен Дудка деп айтады екенсіздер, солай ма? Жұбайы Сәулемен ортаға келсін. Сондай-ақ мінекей Айжан қызымыз, Алтынай қызда, Айжан мен Алтынай мінекей келіндер. Күлзада мен Бақтыбай күйеу бала, Гүлшара мен Бегімтай күйеу бала ортаға келсін. Осы кісілердің құрметіне қошемет ағайын. Мен қуанам. Шымкенттен келген. Менің әтіргі ағайынмен Бек Ахмет ағайын бар еді ғой. Қазір алдымызда отыр. Мен Бегелен бірді сөз біле бермеңіздер, мен әтіргүл апайым талай әңгімесін тыңдамағам. Анау өзім кішкентайымнан сол сияқты есігінің әтіргүл апайым сағынам. Қазір 4 бала өсіріп отыр. Үлкен бағымның немерем бар. Есігінің әтіргүл апайымды сыйламаппын. Убейлене кірді, точно. Енді мына балалы болған кезде оны біледі екенсің. Кешіріңіздер енді. Сізде беріңіздер, сіздерге күлкі. Бәрі біледі. Не как вот бауыржан жолда ойнап тұрғандай, Әтіргүл апайым қазір танымай қалды. Көзімнен жасым шығып кетті. Сіздер беріңіздер. Әтіргүл апайымыз действительно мен апамның сіңілісі ой күші. Жаппасын сәбирен ала бер деген. Менің өңін кезде бауырым деп жылайды депті. Сіңілім деп. Енді оның әрекет жасауын бірінші күйеуге тиіп кетті ғой. Не қылам содан кейін? Шымкенттің Қошқасының қызын алды маған Ленинскийден. Құдайға шүкір. Сәл азғаным бар еді. Енді жаппасы сәбері келмеді. Мен не айтам? Әтіргүл апай, действительно ана 4 балам күйдірген кезде, мен де сіз күйдіріп жүрген осы болды. Күлік, балда бәрін жақтырған қазір. Сіз кешіріңіз, жаңа мен танымай қалдым. Ленинабадтан бір Өзбекстанға, Тәжікстанға келді дедіңіз ғой, сөйтіп қалдыңыз, Күйеу балда деп қалдыңыз. Ана Нөрлілдәрдің баласының өзі кетті. Өзіңіз ғана жіздеңіз. Мен не айтам? Кешіріңіздер. Отшылдыққа келдім. Мынау Талас пен Алмаға семьясына кісілері көп рахмет болсын, басқары. Не айтам? Бәріміздің де бақ болсын, қызықшылық болсын. Міне бәріміз ағайымыз. Біреуміз Шымкентте,
Біреуміз Астанада, мынау Түркістан, мынау Ташкенттен келіп отыр. Гүлзипа деген. Оқымағанбыз. Қытайға отыр, Назира. Міне тұрған қылды вообще танымай қалды. Әмина, дүтқа деп мынау дуалымдан жазды. Сол үйге келіп жылайтын. Мен амайым шартымын қызды. Мені кешіріңіздер. Ай, сонда балалар. Сол кезде осыны алсам, мен бақытты болайын. Мен бүгін үлкен той Атырқұл апайымды көріп отырмын. Кешіріңіздер, бәріміз бақытты болайық. Осы 30 жылдық болсын. Кішкентай Шымкентте тұрып жатыр. Елден анау Өзбекстан Гүлзипаның ауылына өткен кезде кішкентай Қаптаринов деген бар бізде. Қазақшасы мәшіне базар. Соған қонақ болып келіңіздер. Аман болайық, міне 30 жылдық құтты болсын. Атырқұл апайым сізді көріп бүгін қуанып жатыр. Мен Тәжікстанның адамы емеспін. Шымкентте ана осы қызықшылық бәрімізге не болсын, енді бәріміз жетіміз әке-шешеміз жоқ. Кешіріңіздер. Немесе класстасымызда да қазір мен өзімді ұзақта жүргесін не қатысып кетті. Мен сияқты жаман адамды алмайды ғой, ояқта керек емес. Өсіп, қиыншылық болса да, нан тауып өзіміз мына бала шағамызға жүре берейікші. Алтын, менің Атырқұл апайым, мені кешіріңіз. Сол кезде ана Александр Тарасовна деген біреу болатын еді. Сол кезде құлағынан тартып, қалай еске ұрды ғой. О да бақытты болсын. Үйімізде күлкі болып, қызықшылық болып, міне Гүлсім, менің класстасым. Завуш Ғазиз ағайым жатқан жер жайлы болып, аман болайық. Кешіріңіздер. Бір қиыншылық кезде неге Атырқұл апайым. Әлі кешірім сұрайым, иіліп сұрайым. Ұстау сәл. Бақыт болайық, аман болайық. Шымкентте мына Дүйсен өзін жақсылап таныстырды ғой енді. Бұл кісінің қасында тұрып енді мен де өзім таныстырмасам болмас. Мен сізден қалғым келіп тұрған жоқ. Не дейміз, мынау 62 жылдың қыздарына ғашық, қыздары қол жетпеген жігіт менің жұбайым болатын, Кенжебай деген. Иә, жаңа танысып жатырмыз. Сіздерді көргеніме қатты толқып, қуанып тұрмын. Құлағымда аттарыңыз бар. Мінекей, бүгін осындай үлкен кездесуде бас қосып отырмыз. Мен келер кезде қатты ойға баттым. Қалай барам мен, қалай болар екен деп. Міне сіздерді көріп, қуанып отырмын. Орында бар оңалар дейді. Мен сүйікті жарымның жоқтығын білдіртпейін деп келдім осы жерге. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір, артында қалған 3 балам бар. Өсіп, ер жетіп келе жатыр. Болашақта әлі кездесеміз, көрісеміз. Үлкен тойларда кездесетін боламыз, Құдай қаласа. Сіздерге не деймін? Бүгінгі 30 жылдық тойларыңызда сіздерге тек қана қуаныш тілеймін. Мына апайларға, ағайларға зор денсаулық тілеймін. Семьяларыңызда бақытты болыңыздар. Бәріміз бақытты болайық. Ол қыздарымыздың рахатын көріп, осындай той думанда кездесе берейік. Құрметті менің класстастарым, мына бүгінгі 30 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Мына барлық мына жолдастарым айтып жатыр ғой ақ тілектерін. Бәрі періштенің құлағына шалына берсін. Мына 30 жылдан бері көрмеген қыздарды көріп, бір-бірімізді танымай жатырмыз. Мына ауылдағы жолдастарымызды ғана таниды екенбіз. Бір керемет есте қаларлықтай
күн болып жатыр. Мына барлықтарыңыздың отбастарыңызға мына босағаларыңыздан бақыт, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Осындай тойларымыз көбейе берсін. Мына немере бағып, әже болып, ата болып жүре берейік. Мына ағайым мен апайыма рахмет. Ал Беке, апай, мына осындай жөніндегі мына 30 жылдық жөнінде мына жігіттер мен қыздардың жөніндегі мерейтойында отырып, бір марқайып қалғандай құтты болсын сіздердің. Осындай жөніндегі қыз жігіттердің осындай 30 жылдық, 20 жылдық тойларында осындай марқайып отыра беріңіздер. Сіздерге соны тілеймін. Мынау кәтемеңіздер осындай жерде жүре беріңіздер. Ал мынау жаңағы мына 52-ші жылғы мектепті, 52-ші нөмір 52-ші мектепті бітірген түлектер, қыздар, жігіттер, сіздерді мына мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бәріңізге бақыт тілеймін. Мынау 30 жылдық Құдай қаласа бүгін болып жатса, сіздерге 31, 32, ары қарай 40, 50 оларшылықтарыңызды тойлай беріңіздер. Мынау күйеу деген жаман ғой, күйеу, да? Күйеу айтып береді ғой. Күйеу айтып береді. Күйеу дұшпан деген. Мынау маған үйде мақтанып. Мен дейді, мен кәсіпте жүрген кезде, оқып жүрген кезде мен отлично болғам дейді. Шақып ағай мен дейді, өзінің орнына қой, мен математикадан сабақ беремін дейді. Қайта білесің. Сен отлично болсаң, мен босағада отырмын, мен неге төрт отырмын ол жақта. Сен де отырмын босағада, мен де отырмын босағада. Қасында отличный сен. Сен отлично емессің сен. Неге ол отыр? Екі болды төрде. Не отыр ол? Екі оқыған. Онда ғой төрде ол. Мынау күйеу дұшпан деген сөз. Сау болып, өсіп, өніп, балдарының қызығын көріп, достықтарын арта берсін. Амин. Бақытты болыңдар. Амин. Алланың айтқаныңыз келсін, онда далада би жарысы болады қазір. Жарты сағат би антракт. Sonunda sen boldun, ansanda sen boldun. Jamila'nı izli tabağa almay kol boldum. Jamila kızım Jamila, Jamila benim armanım. Jamila'day adı kızı kıyalına bağladım. Jamila kızım Jamila, Jamila benim armanım. Jamila'day adı kızı kıyalına bağladım. Jamila benim armanım, Jamila kızları kıyamına bağladım. Jamila kızım Jamila.
Jamila, Jamila benim armanım, Jamila de arı kızdı kıyalıma bağladı. Havası çömürde yeştiğimin bir mahabat aşıklar tumarı. Aşağıdan yedirdim mahabatin diye mahabat diye görüşlerdi. Ötüre yolun şunlaşıkta talay, çeşinin kaçasına kalay. Bakıtlarım şaşkan altına ray, sesinin parçası mahabat. Şuraysın ortasında, denizde Türk'üne koyarlayız. Sen sırrını şöyle de seni kalaydı yandım. Boyulana şehirde olacak kızım seni. Kayran kılır bunaydı görüp kıymasın. Oğlum olsun uçaktı kızım olsun uçaktı. Yeriminde pek sana bana silasın. Sevdi gönlümle o sende kaysa şeyler. O son sıradan bakattı ben de silar edim. Boyulana şehirde olacak kızım seni. Kayran kılır bunaydı görüp kıymasın. Oğlum olsun uçaktı kızım olsun uçaktı. Yeriminde pek sana bana silasın. Boyulana şehirde olacak kızım seni. Kayran kılır bunaydı görüp kıymasın. Oğlum olsun uçaktı kızım olsun uçaktı. Yeriminde pek sana bana silasın. Şaşarsın başında. Kızlar, Bek Ahmet ağayı ortağa diye şakırayın. Ertürkül apayımızı ortağa şakırayın şeketler. Şahinam, men bolmasam sen olsunday bolardın. Boğulmuşlar sayram, yüzüm çaynam, erdime bakardın. Şahinam, men bolmasam sen olsunday bolardın. Boğulurdum şahinam, kazandım, yerim Savaksız ömürde geçtiğin ömür, bir mahtar var karşımda dumara. Yaşandım bekledik mahabat kendiydi mahabat bir karşımdan. Oy gönül şılaşıktan kalay, gözünün kancası arkalay. Baktım oğlum şaşkın adımlara, sesinden parçasın mahabat.
Қазір қошемет көрсетіп, ортаға 5 жұпты шақырамын мінекей. Мен мақтымын, мен сондай мақтымын деген. Әрине Бақтыбай бірінші бастап шығады ғой енді, кеу бала қайда Бақтыбай? Бақтыбай, қайдасың? 5 жұп ортаға келсін мінекей, 5 жұп. Мен мақтымын деген. Бүгінгі кештің ең мақты бишісін таңдайтын боламыз. Ең мақты бишісін, арнайы приздарымыз бар мінекей. Ал, Дүйсеке мінекей, 1 жұп. Кесіңіз, сөз бөлімінен. Бекежан мырза, сөз бөлейін. 4 жұп шықты, тағы 1 жұп кәнекей. Жарайды онда, шықпаса осы 4 жұптың ішінен ең мықты бишіні анықтаймыз. Маэстро, музыка бірінші би. Музыка тоқтағанша, бастады. Қошемет, қосып қояйық, қосып тұрайық мінекей, қосып. Бүгін сіздерге әділ қазы. Әділ қайсына шербейді жұпта? Менің келін нашарлау келеді. Келін нашарлау келеді, кел жақпай қалған болатын Күлапайға. Бәрекелді. Биді арқалай жалғастырамыз, 3 жұп жалғастырады. Маэстро би. Қошемет көрсетіп тұрайық, кәнекей. Керемет 3 жұп қалды, ең биші 3 жұп кәнекей. Ай болған алмайғын мен осы айбаға тарқып тұрдай тарқып тұрды. Дүйсеке қолы! Қошемет! Қошемет! Әмі, шапалар! Шапалар! Söz sizde. Men o'zi 3 жұпқа 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын бердім. 1-ші орын Айболға, мен Дудка,
Екінші орын Нәзира мен Нұртас, үшінші орын Шолпан мен Кюмана. Бәрекелді, қошемет мінекей. Ал енді олай болса, барлық 4 жұпты да ортаға шақырамыз. 4 жұпты ортаға келіңіздер. 4 жұп биге қатысқан, би жарысына қатысқан 4 жұп ортаға шақырамыз. Сіздерге бүгінгі кештің атынан, ұйымдастыру комитетінің атынан арнайы приз бар. Бас жүлде Дүйсекей мен Айболған Тұқыр Шапалақтау. Приз студио. Атырапай, қарысқа сен болды. Есімде жүреді ғой Бақтыбай, келесі. Бірінші орын кім апай? Бірінші орын Айболған мен Дудка. Приз студио. Бірінші орын Нәзира мен Нұртас. Нәзира мен Нұртас, приз студио. Қарысқа сүйем. Бәрекелді, приздеріңіз құтты болсын. Қошемет. Шапалақ. Екінші орын. Екінші орын Айшолпандар ғой мен. Күйеуінің атын білмейтін ғой. Бақтыбай. Айшолпан. Айшолпан мен Бақтыбай, екінші орын. Приз студио. Приз студио. Қошемет, қоса қояқшы мінекей. Айшолпан мен Бақтыбай, приз. Бәрекелді. Атырапай, burada mesele priz емес, mesele қыз болсында. Маған оның мына жәндегі адам тағар кетті. Ішінде кейін неге қыз болсын деген. Мен Бақтияр, біз Бақтыбай, біз парамен сатып алғанбыз ғой, парамен. Үшінші орын. Мына Базарбай мен Гүлхан мен Базарбайда үшінші орын. Приз студио. Қошемет, қоса қояқ. Бәрекелді, мінекей приздарыңыз құтты болсын. Қошемет көшіп қоса қояқта бүгінгі кештің ең керемет бишілері. Ортада Жаппай би жалғасады ары қарай. Hadi gel,